балаларымыздың, немере шөберелеріміздің жақсылығын деп отырмыз. Жақсыбай, мына өзің коллективмен бірге осы тойды ұйымдастырғаным үшін саған мен өз семьямның атынан және ұл қыздарымның атынан шын жүректен алғысымды білдіремін. Осы тірлікті естігенде менің қазір Алматыда жүрген екі балам мен қызым қуанып, мамам барсың, мамамды алып барыңыздар деп, бірге осы кешеден бері осы сарайда жүрміз. Бұл кісі спортивный жүруші еді, көйлегі мәтінеді кеткірттіп қойған. Енді сіздерге тілейтінім бақ пен береке, дәулет, Алла Тағала елімізді тыныш, жұртымызды аман қылсын, ағайынның бірлігін берсін, елімізге саулық беріп, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын деймін. Алдыңда құрметті менің ұстастарым, талай 4 жыл бойы бірге жүріп ойнап жүрген қыздарымыз, ұлдарымыз, сендерге көп рахмет айтамын. Осыны ұйымдастырып, әлі кездесеміз деп жүргеніміз Жақсыбай, өзімнің группаластарымнан Хатчакова, тағы да басқа балаларымның сіздерге өте алғысымызды айтамыз, рахмет. Сонымен бірге осы тойға жинап отырған курстас қыздарымыз, ұлдарымыз, әр уақытта бала-шағаларымыздың қызығын көріңіздер, немере шөбере тойдан тойға ұласып, әр уақытта жақсылық қосып ұлдастарымыздар. Kendimiz sağ olsun, rahmet çakıp, konak kılıp, osundayı imdastırıp kadarına öte rahmet ederim. Hürmetli ustazlar, yine tarih Osman'ın 52 yıl bölümü prezidenti. Sodan bir vaktin kendi 45-50 yıldan ustazlar ettiğinde. Senderden terbiye algan talay ol kızlar, қазір Қазақстанның бір бұрышында сендерден алған білімінің арғы айдарып, олар да ұстаз болып, елге керекті қайраткер болып жүрген жүрген. Алайын ұстаздардың тәрбиесі шексіздерге ғой. Кейінгі өздердің ұрпақтарының бәрі өздеріңіз сияқты ұлағатты ұстаз, халыққа тек қана жақсылық тілеп айтатын ұстаз болсын деген керек. 77 жылдың қыз жігіттері қуанышында шек жоқ. Жаңа бір-бірімізді құшақтап танымай жатырмыз. Әлі сонау жарты ғасыр бұрынға саяхат жасасам, басқашалар елестейді. Бірақ қасымда жүрген Катя, Жібенай, Жақсыбайлар болмаса, бұлар сол баяғы қалпы секілді. Жасай беріңіздер. Адам ұрпағымен бақытты ғой, өз баламызды өсірдік, немерені өсірдік. Енді біз қартайған шағымызда шөбере үшін қызмет істеп жатырмыз. Себебі
Бүгін мінекей үлкен қуаныш 51 жыл бойы көрмегендер жаңадан бір-бірін көріп үлкен өздерінің сағынышын білдіре алмай жатыр. Сағыныштары ұзағынан болсын, құтты болсын кездескендері. Ал енді мен өзім туралы таныстырайын, білмейтін осы группадағы қыздар, балалар, жігіттер. Біз мынау Жібек, мен, Дәден, Абай төртеуміз бір класста оқыдық. Бір класста оқып, осы Тараз қаласында олар пединститутта, мен технологиясында бітірдім. Енді тарихқа шегініс жасайық. 1969 жылы 1 декабрьде Жібектің туған күнін білесіздер ме? Білсеңіздер, сол туралы бірер сөз айтайын. Сол туған күнде F-12-нің қыздары шетінен бір қатар бір үйде отыр Жібектің үйінде. Анау таныстырып жүріп жатыр. Сол кезде мен айтыппын, менің атым Жібек деппін. Отта күлмей қайда күлмей. Қыздардың бәрі шер қатып өліп қапты. Сол сөздің рас болды ма, Құдай қолдады ма, осы Жібекке үйленіп, үйлі болды. 3 бала, бір қыз дүниеге келді. Енді жаман емес, Құдайға шүкір. Мынау сендердің осындай қуаныштарына қатты қуанып, мен де көптен бері Жібекке рахмет айтып, мынау жігіттерге ұйымдастырған деп айтып жатырмын. Енді қуаныштарың құтты болсын, ұзағынан болсын. Ал группаластар бұрын жаңағы өткенде кім еді, Айбашым еді, қайсың бұрын аққу еді, тұрмысқа шығып тауып қалды. Қайсың жазып еді, не біреуін жазып еді, соны бір күн күлдім. Көңкей аққулар қанаттарын далмай ұша беріңдер. Енді немерені өсіп болып шөбереге қарай ұша беріңдер. Жасылық болсын, мен көп сөйлемей қояйын. Бірақ енді осы жерде мынау осы кездесуді ұйымдастырып, маңдай терлерін сыпырып, әртүрлі сөздер естіп, соған шыдамдылық жасаған, төзімділік жасаған мынау біздің 5-6 жігітімізге F-12-нің қыздардың атынан кішкене сыйлығымыз бар. Ана бір мақал бар қазақта. Шөптің жақсысы селеу, сыйдың жақсысы елеу деп. Сол F-12-де болғанда мынау Гүлшайым, Алтынгүл, Пернегүл үшеуі бір кластас, біз Дәбен, Абай үшеуіміз бір кластас. Осы алтауымыздың атынан деп атайын. Сол F-12-нің қыздарының атынан, жігіттердің атынан, мына жігіттерге сыйлықты табыс етуге рұқсат етті. Сол алдымен Орынбекпен Жақсыбай келсінші үздік бітірген 2 жігітіміз.
алып бітірсек бетін ойламамыз. Бірақ кейін қыздар подарка ұсынатын болса, сыйға кіре бермейді деп орта қалдырмыз. Осы сыйлықты естерін алып, кездесудің болғанын мынау көзілдірікті таққан сайын естеріне түсіп тұрайық. Ал жақсы, рахмет. Бірінші күйеу балаларға сөз бергендерге рахмет. Аман болыңдар, жасық болсын. Ал енді орындарымызға отырамыз. Мынау енді құрметті қонақтар, біз мынау қазіргі Түркістан облысына келіп отырмыз. Сарыағаш Келес аудандары деген бар. Ар жағында Жетісай ауданы, Сырдарияның арғы беті. Сырдарияның арғы бетін бұрыннан Мырзашөл деп атап кеткен. Сол Мырзашөл деген өңірде дін азаматы қазір Астанадан Мырзашөл деген журнал шығарады. Сол журналға бұрынғы мықты, айтулы, белгілі ақындармен қатар сол Мырзашөлдің жаңа танылып жүрген жастарының шығармаларын шығарып жатады. Сол бұны Мырзашөл өңірінен Орынбек білу керек, Зікра деген ақынның өлеңін жаңа Мырзашөл журналында бастап шықты. Сыныптастар деген, группаластар дегенмен бірдей қойдық. Мен сол өлеңін 3-4 қатары жазып алып келіп, сіздерге таныстырсам деп едім. Бірге оқылған сынаулы сыныптастар, тілеулестер, армандас сыныптастар, түкпірінен жүректен орын алған сыныптастар, қимайдың туыс достары, табылған алабұртқан көңіленім, атамызды басынан керуенім, өздеріңді көрсем де көрмесем де, сағынадым, сағынышын басылмас тегіненім, махаббат алғашқы гүл ашылған, орта белді парталарымыз отырған, жігіттері бұл күнде ел аласың, ал қыздары жат жерге ұзатылған, жасырған мен іштегі сырларымды, еске алып өтіп кеткен жылдарымды, білдірмеуге қамшыны тырысқанмен, беттеріңде бүркеп тұрын мұң жамылды. Бір бастаған өмірге сапарларым, сиреп қапты достардың қатарлары, жазуының тағдырдың амалдарына таусылған соң көрермін қатарғаны. Емір өскен арманым бір бұлағым, қайран мен сыныптас құрбыларым деп секірен азамат жазған еді. Осыны сіздерге арналған бөлімде осыны таныстырып жүргенмін. Рахмет. Бір қошеметті қойсаңыздар. Ал қымбатты, ардақты, аяулы аналарымыз, асқаралы алтын әкелеріміз, сіздерге тағы табысын мың алғыс. Енді осы қыздардың, күйеу-балдардың тамаша тілегінен кейін мен ортаға өздеріңіздің балапандарыңыз, өздеріңіздің немерелеріңіз, осында менің аяулы анам отыр. Мама, сізді айтты ма, таныстырдым осы? Бір тұрып қойыңыз, Жандар Жаңабайдың жары күлім бала Жаңабаева. Красавица. Прическаның өзі частайды. Сәл кешірек дегеніміз, осы кісінің прическасына уақыт кетіп қалды. Ал енді мен ортаға сол Жандар әкеміздің, Асыл ағамыздың алғаш тұңғыш немересі Нұрбақыт Жандарбек және өзінің досы, өзіміздің өмірдегі әніміз Самат деген алтын азаматтар, екеуі дос, екеуі согурсник, бірге осы педагогты тамамдап өнер факультетінен диплом алып отыр. Қызылға. Қошеметтер қойыңыздар. Көп рахмет шабалақтарыңызға. Бүгінгі болып жатқан қуаныштарыңыз, тойларыңыз құтты болсын, құрметті ағайындар. Енді мынау аттерлетіп алыстан келгеннен соң, тереңнен сөз маржан тергеннен соң, бісміллә деп сөзімді бастап кеттім, сөз кезегі маңында келгеннен соң, алқалы жұртым аман ба, амандық тіле, амандасып алған жеңілді болар мағанда деп, ассалаумағалейкум деп амандасып қойын өздеріңізбен. Енді ұлы абай айтпақшы, өнерге әркімнің ақ бар таласы дейді, алдарыңызға қаршадай қазақтың балдары келіп тұр, бізге де бір шапалақтап шабып беріп қойыңыздар, құрметті ағайындар.
2000 жылдық тарихы бар Таянғанға таймын кездер Әулиеата өлкесінде Тараз жерінде Аман Малбаев деген үлкен композитор ағамыз бар. Бүгінгі қуанышымыздың әндерімізді Аман Малбаев ағамыздың жалын кешкен атты әнімен бастаймыз ба деп отырмыз. Рұқсат болса шапалақтап отырыңыздар құрметті ағайындар. Рахмет. Тесіңнен теңге кірсін, дорбаларында доллар толсын, бай қуатты болсын, ұрпақтары оқыған ғалым профессор, министр, наук болсын. Шапалаған кісілерді. Шапалақ ұрмаған кісілердің балалары человек паук болсын деп қойған. Көп-көп рахмет. Енді осында жиналған барша қауымның, барша аталарымыз бен апаларымыздың құрметіне келесі әндерімізді жұптайық. Енді араларыңызда менің әкемнен де үлкен, менің анамнан да үлкен кісілер отыр. Сіздер елдің қазынасысыздар, қарты бар үйдің қазынасы бар деп жатады. Сондықтан сіздердің құрметтеріңізге арнайы дүние деген әнімізді орындап берейік. Шапалақтап жауап беріп отырыңыздар құрметті ағайындар. Bye.
бақытты болыңдар. Өмірлері баянды болсын. Ал енді қадірлі қымбатты жолдастар, қадірлі достар, енді папам, енді біз енді папамыз екеуміз бүгін қызмет жасаймыз. Ән жағы, сөз жағы барлығы реттеледі, бірақ енді тосқа келген кезде папа өзіңіз маған кішкене көмектесіп отырасыз. Сондықтан кезекті кімге береміз? Мен орында орамалар еді ғой. Біз енді қанша күн үш досым өрлетті. Бірінші Байет Рысбектің үйіндегі гүл майдалайын. Саған дос, Жақынбек Есебектің үйіндегі Наима, саған дос айналайын. Жандар досының үйіндегі гүл бала. Саған үшеумізге Аматтан келген Ерлан ұлы. İşe dolmak, Tödevge. Geldi, işte göbek geldi, kadar geldi, bana ne aladın? Hoppa, Yaksıbay, aramız yok var dedi, kızık var. Daha arak kayda çıktım. Bacıma, Özbek'e araya kayda, Kazan'ın araya kayda. Hoppa, Yaksıbay, aramız yok var dedi, ne var diyor insan. Жаңа мама папа дұрыс айтып жатыр. Мынау доңғалақ майланбай, дөңгелек айланбайды. Іш қызбай, іс қызбайды. Дегіз бар ма еді? Енді жандос қайсың? Иә, сіңгей ұрсып қалған достар ма? Жақын тұрсын қадырсың? Міне менің алтындай үш мамам. Енді гүлім әпкем, мені әпкем. Ал, қош келдік. Енді мама сіздер ренжімеңіздер. Алыстан 6 жасар бала келсе, алыстағы қария орнынан тұрып сәлем береді дейді. Міне сол Алматыдан әкенің орнына келіп, сіздермен бірге жүздесіп отырған осы сіздердің де балапандарыңыз. Ал, бауырым, қош келдің. Бізде екеуміз, біздің әкелеріміз сияқты жолдас, аға, әні, бауыр болып жүре берейік, Құда қаласа қазір сырласамыз. Сондықтан бауырым, қош келдің. Ал, мамаларымыздың қасына тұрып, бірінші тілекті өзің басты. Ассалаумағалейкум, құрметті әкелерім, аналарым, анам маған айтқанда әкеңнің группаластары осылай жиналып жатыр екен деген кезде өзім ең бірінші мен барайыншы деп үйдегілерден рұқсат сұрап, сонымен әкең өлсе де әкеңнің көзін көргенде өлмесін деген қуанып отырмын. Мен әкем қайтыс болғанда мен 5 жаста едім. 45 жасында әкем қайтыс болды.